Сәлем достар, бүгін біз Токабоккада қалай бірінші персонажды істеуге болатынын көрсетемін. Мысалы, өздеріңізге керек бойды аласыздар, бірақ мен осы кішкентай баланы алдым. Одан кейін денесінің түсін аламыз, шаштың түсін өзгертеміз. Ары қарай қыз ба алма шаштарын өздеріңіз білесіздер, бірақ мен қызды аламын деп шештім. Одан кейін біз оған мұрынның түсін өзгертеміз, қабағын таңдаймыз. Мысалы, мен міне осындай алдым, кішкене жуан болсын деп. Одан кейін оған ауыз, одан кейін оған беттеріне андай румяна аламыз. Одан кейін киім, ең соңғы, және бір басына аксессуар. Мысалы, міне, болды. Осындай әдемі персонаж бізде шықты.